ягодный пирогтың начинкасын дайындаймыз. Бізге қажет ірімшік және кез келген қатырылған жидек. Оның үстіне құмшекерімізді, манный крупаны және қаймағымызды қосып, блендердің көмегімен жақсылап біркелкі масса болғанша езіп аламыз. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай бізде осындай біркелкі қоймалжың масса шығу керек. Осы массамызды алдын ала дайындап қойған песочный тестамыздың үстіне құйып, лопатканың көмегімен бетін тегістеп, қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Мінекей пирогымыз дайын. Пирогты міндетті түрде суығаннан кейін барып қана кесіп ұсынсаңыздар болады. Баршаңызға ас болсын.